Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызылша қосып дайындалатын ерекше тәттінің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қызылшаларымызды турап, ыдысымызға салып аламыз. Үстінен 3 дана жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Қантымызды қосамыз. Сұйық майымызды құйып, блендермен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Қыздар, егерде блендерлеріңіз болмаса, қызылшаны үккіштің ең майда тісінен өткізіп қоссаңыздар болады. Неге бізде осындай бір келкі масса шығу керек. Енді ұнымызға 2 ас қасық какао, 1,5 шай қасық қопсытқышымызды қосып, ыдыстың ішінде жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ массаларымызды електің көмегімен сұйық массамызға қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар, сонда сіздердің тәттілеріңіз жақсы көтерілетін болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Неге қыздар, бізде осындай қою масса шығуы керек. Енді фольга немесе пергамент төселген ыдысымызға жаңағы қою массамызды салатын боламыз. Мен 24 сантиметрлік форманы пайдаландым, бірақ сіздерге 22 немесе 20 сантиметрлік форманы пайдалануға кеңес беремін. Осылай барлығын тегістеп жайып аламыз. Енді үстінен грек жаңғақтарын осылай ұсақтап салатын боламыз. Әрине жаңғақты қосу қоспау өз еріктеріңізде, бірақ қатты ұсақтамай, дәл осылай кішкене ірілеу етіп, грек жаңғағын қосатын болсаңыздар, пирогтарыңызға ерекше дәм беретін болады. Енді пирогымызды 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пирогты пештен шыққаннан кейін толықтай суытып алыңыздар, бірақ осылай ыстықтай үстінен қант ұнтағын себетін болсаңыздар, пирогтарыңыз бір жағынан әдемі көрінеді, бір жағынан тәттілеу болатын болады. Пирогты толықтай суытып, формасынан шешіп алдым. Енді сіздермен бірге кесіп көрейік. Жаңа айтып өткенімде, қыздар, мен форманы кішкене үлкендеу етіп алып қойыппын. Сіздер 22 немесе 20 сантиметрлік форманы пайдаланыңыздар. Неге көріп тұрғандарыңыздай, пирогымыз өте жақсы болып пісіп шыққан, жақсы көтерілген. Рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл пирог басқа пирогтарға қарағанда кішкене ерекшелеу, дәмінде өзгешелік болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.